Жаңа оңтүстік Уэльстегі су тапшылығы кезінде үкімет Сиднейдегі темір жол рельстерінің астындағы туннелдер желісінде орналасқан кең жерасты су қорын қайта өңдеуді және пайдалануды жоспарлайды. Қайта өңдеу зауытын құруға орасан зор қаражат бөлінді және үкімет шенеуніктері оны іске қосуға ынталы болды. Наташа есімді журналист сұхбат беріп, өзі және оның командасы бұл жобаны қолға алуға шешім қабылдағанын түсіндіреді. Бұл су тапшылығын жеңуге көмектессе де, көптеген адамдар оның туннелдерде тұратын үйсіздерге кері әсерін тигізуі мүмкін деп қорқады, өйткені олар басқа жерге көшуге мәжбүр болады. Содан кейін үкімет оларды туннелдерден көшіруді бастайды, бірақ бұл кең желі мен толық қараңғылыққа байланысты мүмкін емес болады. Бұл бағдар табуды қиындатады. Көп ұзамай қоршаған орта министрі бұл аймақ эвакуацияланғанын және жобаның жақын арада басталатынын мәлімдейді. Наташа өз сұхбатында шенеуніктер жобаға қатысты өте оптимистік көзқараста болғанымен, оның кенеттен бақтан жоғалып кеткенін және бұған қатысты жұртшылыққа ешқандай логикалық түсініктеме берілмегенін айтады. Бұл жағдай оның бір нәрсенің дұрыс емес екенін түсінуіне себеп болды. Сондықтан ол фактілерді анықтау міндеті болғандықтан, көбірек ақпарат алу үшін тергеу жүргізуге бел буады. Содан кейін Наташа өзінің командасымен, соның ішінде оператор Тангомен, дыбыс инженері Эллмен және олардың продюсері Питермен бірге бұл оқиғаны қалай қадағалағанын баяндайды. Өзінің әдеттегі зерттеулерін жүргізу кезінде, ол бірнеше жігіттің жерасты туннелдерінде жүрген видеосына тап болады, бірақ олардың бірі кенеттен жоғалып кетеді. Бұл видео үкіметтің жобаны тоқтату туралы күтпеген шешіммен бірге оны қызықтырады. Ол бұл істі қолға алуды шешеді. Ол өз идеясын бастығы Джонамен бөліскен кезде, ол одан келесі тапсырмасы бойынша Қытайға кеткелі жатқан Питермен байланысуды сұрайды. Ол бұл оқиғаны қолға алу үшін оның жобасын тастап кетуі мүмкін екенін біле тұра, оны мазалауға ыңғайсыздық танытады, өйткені ол екеуінің қарым-қатынасы жақсы емес. Ол оған бұл туралы айтқанда, ол күткендей реакция танытып, Джонаға наразылық білдіреді, бірақ Джона Наташаны қолдауды жалғастырады және оны онымен бірге баруға шақырады. Топ жобамен айналысуға келіскеннен кейін, олар қайта өңдеу жобасының тоқтатылуы туралы қосымша мәліметтерді білу үшін бірнеше үкіметтік конференцияларға қатыса бастайды. Осы уақыт ішінде олар туннелдерде үйсіздер әлі де тұрып жатқанын ғана емес, олардың кейбіреулері де жұмбақ түрде жоғалып кеткенін біледі. Наташа қоршаған орта министрінен де бұл дау туралы сұрайды, бірақ ол бұл тақырып бойынша кез келген сұрақтарға жауап беруден бас тартады. Мұны көрген команда үкіметтің туннелдерде не болып жатқанын жақсы білетініне, бірақ фактілерді жұртшылықтан әдейі жасырып жатқанына сенеді. Келесі қадам ретінде Наташа бұрын сол жерде тұрған үйсіздерді табу үшін әртүрлі баспаналарға бара бастайды. Іздеу кезінде ол Тревор есімді жігітті кездестіреді. Ол онымен сұхбаттасуды шешеді, өйткені ол да сол жерде тұрған. Сұхбат барысында олар одан туннелдердегі өмір сүру ортасы туралы ақпарат сұрайды. Сондай-ақ олар одан туннелдерден жоғалып кеткен қауымдастықтағы біреуді біле білмейтінін сұрайды. Бұл сұрақ оны мазалап, ол бұл туралы ойлаудың өзінен үрейлене бастайды. Оның қатты реакциясын көрген команда енді бір нәрсенің дұрыс емес екеніне сенімді болады, және олар көбірек ақпарат табу үшін тереңірек қазуы керек. Бұл туннелдерге өз көздерімен баруды шешкеннен кейін, Наташа қажетті шараларды жасау үшін көлік департаментіне қоңырау шалады, бірақ ешкімге ол жерге баруға рұқсат етілмейтінін біледі. Бұл оқиғаны қандай да бір жолмен аяқтауға бел буған ол достарына олардың рұқсаты болмаса да, егер бірдеңе дұрыс болмаса, олардың бастығы Джон оларды қорғайтынын айтып өтірік айтады. Түнде олар кіреберіске жетеді, бірақ оларды күзетші тоқтатады. Ол ешкімге тыйым салынған аймаққа кіруге рұқсат етілмейтінін айтады. Наташа оған пара беруге тырысады, бірақ бұл оны одан сайын ренжітеді және олардан кетуді талап етеді. Команда бас тартпай, туннелдерге кіру үшін балама жолды табады. Сахна Стивтің сұхбатына ауысқанда, ол бұл жерге қатысты бір түрлі сезім болғанын түсіндіреді. Сондықтан ол әр сәтті түсіруді шешті. Егер бірдеңе дұрыс болмаса, Наташаның оларды сол жерге баруға мәжбүрлегенін дәлелдеу үшін кадрларды пайдаланады деп ойлады. Сондай-ақ ол жұртшылыққа іздерін жасыру үшін арттарындағы есіктерді жапқандарын, бірақ қазір бұл олар жасаған ең үлкен қателік деп ойлайтынын айтады. Ақырында олар туннелдерге жетеді, бірақ ішінде толығымен қараңғы екенін түсінеді және фонарларды жақпай ештеңе көре алмайды. Сондай-ақ олар күрделі желіні тауып, жолды табу оңай болмайтынын біледі. Әр бағытта тарайтын көптеген туннелдер бар, ал олардың кейбіреулері карталарда да аталмаған. Бірінші әсер ретінде олар бұл аймақ өте үлкен ғана емес, сонымен қатар қараңғылық пен толық тастап кету салдарынан қорқынышты атмосфераға ие деп ойлайды. Бірнеше метр жүргеннен кейін олар үйсіздердің заттарына тап болады. Бұл үкіметтің аймақты эвакуациялай алмағанын және жұртшылыққа өтірік айтқанын көрсетеді.
Наташа туннелдер бастапқыда жерасты темір жол желісі ретінде салынғанын, бірақ екінші дүниежүзілік соғыс кезінде бомбадан баспана ретінде де пайдаланылғанын түсіндіреді. Бұл аймақ сарбаздардың ұзақ уақыт бойы тұру үшін барлық қажетті жайлылықпен толық жабдықталған. Әрі қарай жүріп, деректі фильм үшін бірнеше суретке түсіргеннен кейін, олар көлге жетеді және Наташаның жуырдағы дау-дамайға себеп болған су қорын тапқаны туралы видео түсіре бастайды. Түсіру кезінде Танго бір түрлі дыбыс естиді және олардан түсініктеме сұрайды, бірақ олар ештеңе естімегендерін айтады. Олар түсіруді жалғастырады, бірақ ол шу туралы шағымдануды жалғастырады. Олар оны техникалық ақау деп ойлайды, бірақ ол фондық режимде басқа нәрсе бар екеніне сенімді. Саяхатты жалғастыра отырып, олар әуе шабуылдары кезінде адамдарды ескерту үшін қолданылған қоңырау бөлмесіне жетеді. Наташа қоңырауды соғады, бірақ дыбыс өте қатты шығады. Құлаққап киіп жүрген Танго үшін дыбыс құлақты тұндыратындықтан, ол жақсырақ сапа үшін жақын бөлмеге барады және Стивтен ол үшін дыбысты тыңдауды сұрайды. Наташа қоңырауды қайта соққанда, Стив те бір түрлі дыбысты естиді, бірақ олар талқыламас бұрын бір нәрсе Тангоны ұстап алады. Олар оны қуып жету үшін бөлмеден жылдам жүгіріп шығады, бірақ оны еш жерден таба алмайды. Осы сәтте сахна Наташаның сұхбатына ауысады, онда оған қоңырау бөлмесіндегі аудио үзінді беріледі. Оны қосқаннан кейін, кабель үзілмес бұрын айқайды естіп таңғалады. Тангоға қатысты ешқандай іс таба алмағаннан кейін, команда қоңырау бөлмесіне қайтып оралады, бірақ олардың барлық заттары жоғалып кеткен. Жағдайдың ауырлығын қабылдай отырып, Пит оларға іздеуді жалғастырмас бұрын бірге болуға кеңес береді. Олар алға жылжыған кезде, Наташа Тангоның олардың заттарын әзіл үшін алған болуы мүмкін деп ойлайды. Стив келіспейді, өйткені ол да құлаққап арқылы бір түрлі дауысты естіді. Басқа туннелдер желісіне апаратын дәлізге жеткеннен кейін, олар біраз демалып, Тангоның қайтып оралу мүмкіндігін талқылайды. Алайда Наташа оның соншалықты қысқа уақыт ішінде жоғалып кетуі мүмкін емес деп ойлайды және ол әлі де іште. Олар сол жерде отырғанда, олар дыбыс естиді. Олар оны іздеу үшін соңынан жүре бастайды. Содан кейін топ қанға толы және әлі де тамшылап тұрған бөлмеге тап болады және Тангоның фонарын еденнен табады. Бұл жағдай үрей туғызады, ал Наташа оны ұрлаған нәрсе жақын болуы мүмкін деп ойлайды, сондықтан олар бұл аймақтан кетуі керек. Сыртқа шыққаннан кейін ол камерасының өзі қалдырған жерінен жылжытылғанын байқайды. Олар ішінде небәрі бірнеше минут болған. Кадрларды қарап, олар біреудің оны алып, бөлмеде оларды түсіргенін және олар шығар алдында кетіп қалғанын біледі. Пит жағдайдан қорқып, қашып кетуді ұсынады, бірақ Стив Тангосыз кетуден бас тартады. Олар өзара сөзге келеді, бірақ Пит оны бірге болса, қауіпсіз болатындарын айтып, оны өзімен бірге жүруге көндіреді. Ақырында ол артта қалған досы туралы ойлап, амалсыздан келіседі. Олар шығу жолын іздегенде, олар біреудің оларды шақырып жатқанын естиді және оларды бұрын тоқтатуға тырысқан күзетші екенін біледі. Олар оған Танго туралы айтқанда, ол қорқып, көмек сұраған өтініштеріне назар аудармай, алыстай бастайды. Олар оны қуып жетеді, бірақ ол бұрышқа жеткенде бір нәрсе оны ұстап алып, басқа туннелге жоғалып кетеді. Топ қорқыныштан айқайлап, күзетшіні ұстаған нәрсе олардың айналасындағы аймақтан кетіп қалғанына көз жеткізу үшін басқа бөлмеге жүгіріп жасырынады. Стивтің жараланған қолын емдегеннен кейін, олар саяхатты қайта бастайды, бірақ картада көрсетілмеген екі түрлі туннелді табады. Пит әрі қарай жүргеннен гөрі, олар күтуі керек деп ойлайды және Джон ерте ме кеш пе оларды құтқару үшін біреуді жібереді. Ол бұл туралы Стивке айтқанда ол келіседі, бірақ Наташаның Джонға мүлдем төмен түскенін айтпағанын біледі. Ол оның жауапсыз мінез құлқы үшін онымен сөзге келе бастайды, бірақ ол бұл оқиғаны қандай да бір жолмен айтуы керек екенін айтады. Пит оған ашуланып, оны Тангоның өліміне кінәлайды. Ол ашумен камераны жұлып алып, оны өзінің өзімшілдігінен досын қалай жоғалтқанын түсіндіретін видео жазуға мәжбүрлейді, бірақ ол ештеңе айта алмайды. Талқылаудан кейін Пит жүре бастайды, бірақ бір түрлі дыбыс естиді, сондықтан олар барлық шамдарды сөндіріп, дыбыс көзін табу үшін түнгі көру камерасын пайдаланады. Осылайша олар күзетшіні аянышты жағдайда табады. Көп ұзамай топ суда пайда болған гуманоидті тіршілікті қорқынышпен бақылайды және оның басын сындырғанша баяу бұрап, оны өлтіреді. Мұны көрген Наташа айқайын ұстай алмайды және оларды қуып бастаған тіршілікті ескертеді. Қашуға тырысқанда, олар бұрышта желдеткіш саңылау бар тығырыққа жетеді. Дүрбелеңде Наташа көмек шақыра бастайды, бірақ ешкім жауап бермейді. Сәтсіз әрекеттен кейін олар басқа өткелден өтеді. Онда тіршілік Питерді ұстап алуға шақ қалады, бірақ Стив оған жарықты бағыттағаннан кейін жоғалып кетеді. Бұл оларға оның жарықтан қорқатынын түсінуге мүмкіндік береді. Оны құтқарғаннан кейін олар қайтадан жүре бастайды, бірақ ағаш тақтайлармен жабылған басқа тығырыққа тап болады. Содан кейін олар тақтайларды алып тастайды және келесі бөлмеге жол табады. Онда олар тіршілік белгілерін көреді және еденнен адам етін көреді.
Кенеттен жарық сөнеді, ал Пит қараңғыда қалса, қауіпті болуы мүмкін екенін біле тұра, батареяларды тез ауыстырады. Жарық қайта қосылғаннан кейін, тіршілік Пит пен Стивті ұстап алады, ал қорқып кеткен Наташа түнгі көру камерасымен қашып кетеді. Ол үнсіз шығу жолын табуға тырысады, бірақ оны тіршілік қарсы алады. Ол оны көлге сүйрейді, ал камера түсіруді жалғастырады. Оның айқайын естіген Питер мен Стив дыбысты көлге дейін іздейді. Онда Стив Наташаны алып кету үшін қобыжықты шатастырады. Жақсы жарықтандырылған туннельге жеткеннен кейін, олар қатты жараланған аяғын сүйреп, жүгіріп шығады. Олар станцияға жетіп, Наташа біреудің телефонын қарызға алып көмек шақырады. Босс Питердің ішкі қан кетуден қайтыс болғанын хабарлайды. Наташа журналист жұмысынан кетті, ал Стив әлі де жаңалықтар мен ағымдағы істер бойынша оператор болып жұмыс істейді. Танго ешқашан табылған жоқ, ал оның отбасы одан әлі де жаңалық күтуде. Қарама-қайшы дәлелдерге байланысты полиция тергеуі тоқтатылды. Осыған ұқсас жаңа видеолар үшін жазылыңыз.